Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Қазақстан тарихынан кезекті бейне дәрісімізді түсіндіретін боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті жалпы бізде мынау орта ғасырлық кезеңде Қазақстанның оңтүстік бөлігінде бастапқы кезде, сосын мынау Жетісу аумағынан сыр бойына, одан кейін ары қарай Аралға, одан ары қарай Еділ мен Дон өзендерінің аралығына дейін көшіп кеткен мемлекет болып табылады. Жалпы Оғыз мемлекеті 9 және 11 ғасырдың ортасына дейін өмір сүрген болатын. Сырдария бойындағы ең ұлы мемлекеттердің бірі болған. Құрылған уақытына келер болсақ, 9 ғасырдың ортасы, орталығы Яңгикент қаласы болған болатын. Яғни астанасы Яңгикент қаласы. Ол Сырдария бойында орналасқан. Бүгін біз осы Оғыз мемлекеті туралы сабақ түсіндіретін боламыз. Жалпы Оғыз тайпаларының көші және мемлекетінің қалыптасуына келер болсақ, жалпы Оғыздар деректерге қарағанда алғашқы Оғыздардың астанасы ескі Грузия қаласы болып табылады. Ол Жетісу аймағында орналасқан болатын. Яғни Оғыздарға қарап отыратын болсақ, олар түргештердің көршілері болған. Деректерге қарағанда Оғыз тайпалары осында қалыптасқан, яғни Жетісу аймағында. Мысалы, Махмұд Қашқаридің Диуани-лұғат атты еңбегінде сол еңбек бойынша Жетісу, Ыстықкөл және Шу өзенінің аралығында осы Оғыз тайпалары қалыптасқан делінеді. Одан кейін бізде қарлұқтардың күшеюі 8 ғасырдың екінші жартысында қарлұқтармен күрес нәтижесінде Жетісуды Оғыздар тастап, Арал теңізінің солтүстік бөлігіне Сырдария өзенінің Аралға құяр сағасына көшіп кеткен болатын. Яғни қарлұқтардың күшейіп, Алтай тауынан Жетісуға қоныс аударуының нәтижесінде қарлұқтардың ықпалымен олар жаңағы Аралдың солтүстігіне көшіп кетеді. Сосын Сырдария және Арал бойы 9 ғасырдың ортасында осында жаңа мемлекет құрады. Яғни Оғыз мемлекет құрылады Арал теңізінің солтүстік бөлігінде. Яғни Арал теңізі маңында. 9 ғасырдың басы мен 9 ғасырдың соңына келер болсақ, 9 ғасырдың басында печенектерді талқандап Сырдарияның төменгі ағысын алды. Ол кезде мынау Сырдария бойында печенек атты тайпа өмір сүрген болатын. Осы печенектерді жаулап алып, Оғыздар өздерінің билігін жүргізеді. Ал 9 ғасырдың соңында хазарлармен одақтасып, Жайық пен Еділ бойы аралығын толық иемденген болатын. Ол кезде хазарлар деген қазіргі мынау Каспий теңізінің солтүстік шығыс бөлігі, яғни Каспий теңізінің шығыс бөлігінде мекендеген тайпа болатын. Сол тайпалармен келісім шартқа қол қойып, былайша айтқанда келісіп, осылай Жайық пен Еділ бойы аралығын толық иемденіп алады. Енді тайпалық құрылымының сатыларына келер болсақ, Оғыздарда тайпалық рулық бөлімшелер бой, оба, көк деген сияқты тайпалық бірлестіктері болды. Рулық атақты тұқымдар ұрықтар деп аталды. Тайпалық одақтарды ел деп атаған болатын. Яғни тайпалардың бірігуін, яғни Оғыздар өздерінің тайпаларын жалпы ел деп атаған болатын. Бұл қазіргі күнге дейін қолданыста. Махмұд Қашқари дерегі бойынша Оғыздар алғашқыда 24 тайпадан тұрған. Олар екі топқа бөлінген. Олардың бір тобы бозоқ, ал екіншісі үшоқ деп бөлінген болатын. Бозоқтар ерекше артықшылыққа ие болып, мемлекеттік істерде белсенді рөл атқарған. Ал Әл-Марвази дерегі бойынша олардың тайпаларының саны 12-ге жеткен деп сипатталады. Этимологиясына келер болсақ, Оғыз деген термин уыз деген сөзден шыққан деп болжанады. Ал түп тамырына келер болсақ, Оғыздардың құрамына енгендер фин-угорлар және үнді еуропалық тайпалар болып табылады. Ал Оғыздардың негізгі сыйынатын немесе өздерінің пірі санайтын жануары ол қой болған болатын. Оғыз мемлекетінің қоғамдық құрылысы мен басқаруына келер болсақ, жалпы мемлекеттің жоғары билеушісі Жабғу деп аталған болатын. Біз осыған дейін көптеген қағанаттардың басшысы Қаған деп келсек, ал Оғыздардың басшысы Жабғу деп аталған болатын. Қатын Жабғудың әйелі сарай өмірінде маңызды рөл атқарған өте беделді тұлғалардың бірі болған болатын. Жабғудың тікелей кеңесшілері болды. Оларды күл еркіндер деп атаған. Сонымен қатар мұрагерлерді тәрбиелеуші қамқоршылар атабектер деп аталған болатын. Яғни мұрагерлер дегеніміз жаңағы Жабғудың балалары. Осыны тәрбиелеп, осыған қамқорлық еткен адамдарды атабек деп атаған болатын. Сонымен қатар Қаңқаш, ол ақсүйек феодалдар шонжарларының кеңесі Қаңқаш деп аталды. Яғни кеңес. Ал бас қолбасшы әскери кеңеске сүйенді сүйеубасшылар. Сүйеубасшы деген ол бас қолбасшы деген мағынаны білдірген осы Оғыздардың тұсында. Мемлекеттік басқару дәлелдеріне келер болсақ, аумақтық бөліністі айтсақ болады. Жабғу өз жерін 12 аймаққа бөлген деп Оғызнама эпикалық жырында айтылған.
қаржы жүйесіне келер болсақ, 10 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басында тұрақты салық жүйесі жұмыс істеді. Бұл екі фактор арқылы біз оғыздардың мемлекеттік басқару жүйесінің болғанын аңғарсақ болады. Сонымен қатар оғыздар көшпелі және отырықшы тұрмыс салтында қатар ұстанған мемлекет болып табылады. Көшпелілікке келер болсақ, негізгі кәсіптері қой өсіру. Мысалы, араб деректері, оның ішінде Ибн Хаукаль Түркістанда елтірі беретін қойлар туралы жазған. Осы оғыздардың Түркістан аймағында елтірі беретін қойларда көп өсіретін туралы жазған болатын. Күз айларында Ұлытау баурайына көшкені туралы бізде Әл-Бируни сипаттайды. Малға жеке меншік болған, бұл мүлік теңсіздігінің негізі болған болатын. Оғыз қағанның өсиеті бар: қозғала беріңдер, отырықшы болмаңдар, өзен бойымен көшіңдер. Бұл арқылы оғыздардың көшпелілікпен айналысқанында, сонымен қатар отырықшы шаруашылықпен айналысқанда аңғарсақ болады. Отырықшылық мәдениетінің дамығанының көрінісі ол қалалар болып табылады. Мысалы, негізгі орталық Янгикент қаласының өзі көшпелі және отырықшы мәдениет тоғысында орналасқан. Сыр бойында, Сырдария бойындағы негізгі қалаларына келер болсақ, Жент, Сауран, Сығанақ, Қарнақ, Сүткент, Фараб сияқты қалалар болған болатын. Бұлар мысалы қазіргі күнге дейін бар. Мысалы, Отырар қаласы, яғни мұндағы Фараб, тағы басқа қалалар. Махмуд Қашқари және 10-11 ғасырдың деректерінде осы қалалар туралы деректер кездеседі. Экономикасына келер болсақ, Орта Азия және Қытай мен мал өнімдерін айырбас сауда жасау осы оғыз мемлекетінің негізгі экономикалық тірегі болған болатын. Темір мен қару шеберлері Әл-Идрисидің деректері бойынша осы оғыздар және келесі дәрісте түсіндіретін қимақтар, осы оғыз және қимақтар, олар ондағы шеберлер темірден ғажайып әдемі бұйымдар жасайды деп қолөнершілігі туралы сипаттап өткен болатын. Ал араб тарихшысы Әл-Жахиз болса, түрік қолөнердің барлық түрін өзі істейді. Қару, жебе, ер-тұрман, қорамсақ, найза жасайды деп қару-жарақ өндіруін, яғни қолөнерін сипаттап өткен болатын. Оғыздар тарихын кімдер жазды деген сұраққа келер болсақ, яғни оғыздар туралы деректер, ол бізде араб ғалымдары, түркі және орыс жылнамалары, эпикалық негізгі мұрасы ол оғызнама жыр дастанында сипатталған болатын. Араб ғалымдарына келер болсақ, Әл-Юкуби және Әл-Фақих оғыздарда толыққанды мемлекет болғандығын растайды. Ибн Хаукаль мен Әл-Бируни шаруашылығы мен географиясын сипаттайды. Сонымен қатар түркі және орыс деректеріне келер болсақ, Махмуд Қашқари тайпалық құрамы 24 тайпадан тұрған деп сипаттаған болатын, және ол тайпалардың аттарын толық беріп өтеді. Ал орыс жылнамаларына келер болсақ, оғыздар орыс жылнамаларында торг деп сипатталады, торг деп аталады. Оғызнама дастанына келер болсақ, оғыз тарихындағы оқиғалар мен мемлекеттік құрылым осы оғызнама дастанында баяндалады. Яғни ол бойынша бізде оғыздардың жабғуы өзінің аймағын 12 аймаққа бөліп билеген деген нұсқалар келтіріледі. Сонымен қатар 13 ғасырда Рашид ад-Дин бірінші жазып қалдырды осы оғызнама дастанын, ал 17 ғасырда Әбілғазы хан толық нұсқасын жазып өткен болатын, бірақ та әлі нақты авторы белгісіз деп сипатталады. Оғыз мемлекетінің шекаралары мен қауіптеріне келер болсақ, батыстағы басты территориясын кеңейтуге бөгет жасаған ол Хазар қағанаты болған болатын. Стратегиялық негізгі мақсаты Қара теңіз және Дон және Еділ бойындағы сауда жолдары мен жақсы жайылымдарды қолға қарату және Ұлы Жібек жолы бойына өзінің ықпалын жүргізу болған болатын. Осы оғыздардың негізгі мақсаты. Еділ бұлғарлары мен селжұқтарға келер болсақ, үнемі соғыс жағдайында қарсыластар болды. Кангар печенектер, Сыр бойындағы қақтығыстар болған болатын. Яғни бұл оғыздардың былайша айтқанда негізгі бақталас жаулары деп айтсақ болады. Олар хазарлар, Еділ бұлғарлары, салжұқтар және печенектер. Янгикент оғыз мемлекетінің орталығы, шекаралары 10 ғасырда оңтүстік Мауреннахрмен шектескен болатын. 10 ғасырда оңтүстікте Мауреннахрмен шектесіп, ал батысында Кавказ аймағына дейін жеткен болатын. Яғни бұл аумақ оғыз даласы деп аталды. 965 жылы хазарларды талқандау. Оғыздар бізде 965 жылы Киев князі Святославпен бірігіп, осы хазарларды талқандаған болатын. Яғни оғыз жабғу мен Святослав бірігіп Хазар қағанатына қарсы әскери одақ құрады. Нәтижесіне келер болсақ, Қара теңіз жағалауындағы құнарлы жайылымдар үшін негізгі қарсылас жойылады. Ал 985 жылы Еділ бойындағы бұлғарларды жеңу. Бұл жолғы одақтас Киев князі Владимир Еділ Бұлғариясына қарсы бірлескен жорық нәтижесі Еділ бұлғарларын жеңді.
еділ бойындағы сауда жолдарына бақылау орнатып, мемлекет саяси жағынан қатты күшейеді. Яғни оғыздардың негізгі одақтастары Киев Русі болған болатын. Дағдарыстың басталуына келер болсақ, Әлихан жабғудың тұсында 10 ғасырдың аяғы мен 11 ғасыр басында мемлекет әлсірей бастады. Ол әрине ішкі және сыртқы қысымдардың әсерлерінен. Ішкі қысымға келер болсақ, ол ауыр салық. Жыл сайын оғыздар салықты ұлғайтып отырған болатын, ал бұл өз кезегінде халықтың жағдайының нашарлауына алып келді. Ішкі көтеріліс. Оғыз тайпаларының салық жинауға қарсы жаппай наразылығы мен көтерілістері басталды. Сыртқы қысым. Салжұқтардың соққысы. Дағдарысты пайдаланған салжұқтар оғыздарға қарсы көтеріліске шығып, ұзақ жылғы соғыстар жүргізген болатын. Соңғы жарқыл Шахмәлік жабғу тұсында 1041 жылы мемлекет қайта күшейіп, Хорезмді басып алған болатын. Өйткені Шахмәлік атты жабғудың келуімен ол Шахмәлік жабғу елге өте көптеген тиімді реформалар жүргізіп, салықты азайтқан болатын. 1043 жылы Шахмәлік салжұқтарға тұтқынға түсіп, өлтірілген болатын. Ол оғыздардың соңғы билеушісі саналған болатын. Түпкілікті құлау. Қыпшақтардың келуі. 11 ғасырдың ортасында әлсіреген оғыз мемлекеті Қыпшақ тайпалары көсемдерінің соққысынан толық құлаған болатын. Нәтижесі Қыпшақтар оғыздарды Сыр, Арал, Каспий бойынан ығыстырып, орталық Азияда үстемдік жағдайға ие болды. Оғыз мемлекетінің тарихи мұрасы қолөнер және әскери қуат, мемлекеттік бюрократия, дала мен қала тоғысы. Осылайша біз бүгінгі оғыздар мемлекет туралы сабағымызды аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса астына жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.